мүмкін. Қалғандардың мақсаты сол сатқынды тауып, кемеден лақтырып жіберу. Бірақ сатқынды табуға оңайға соқпайды. Үндемей жеңуі мүмкін. Жалпы ойын қызықты, өзім әжептәуір ойнадым. Читерлерді көре бастаған сайын, ойынға деген құштарлығым азайды. Жарайды, бүгін мен сіздерге осы күшті ойындағы жақсы хаттар жайлы айтатын боламын. Хаттар мұнда өте көп екен. Ал олай болса, мен видеомды бастайын. Бұл ойында Генри Стикман ойынын істеген адамдар екен. Қысқаша айтқанда, қызықты квест ойыны. Among Us 2018 жылы шықты. 2 жыл бойы адамдар көп қоймады. Осы 2020 жылы ғана елге танымал бола бастады. Карта Полюс. Егер бұл картада бүкіл ойыншылар саған дауыс берсе, сені жанып тұрған отқа лақтырады. Сол кезде кейіпкеріміз қолымен күшті белгісін көрсетеді. Бұл бізде әрине Терминаторға сілтеме. Терминатор дәл солай көрсетіп отта жанған болатын. Among Us'та бір тапсырма бар. Қоқысты кемеден шығару. Соның ішінде кейбір заттар Генри ойында хаттама. Біріншісі алмаз. Оны бір ойында Генри ұрлаған тұғын. Екіншісі телепорт пульті. Онымен қоса тағам алатын аппаратта Mountain Dew сусына ұқсайтын Don Dew'ді көреміз. Бұл жерде тағы да Energy. Бұнымен Генри побег жасаған тұғын. Among Us Генри Стикман ойында хаттама ғана емес. Және Генри Стикман Among Us'қа хаттама жасаған тұғын. Мына қабырғадағы плакатқа назар аударайық. Генри Стикменде тағы да Among Us'қа хаттама. Генри өзін ғарышқа лақтырып жібергенде, сатқынды лақтырғандай анимация болады. Бұл ойында өзімен бірге жануар аулауға болатынын білетін шығарсыздар. Жануарларда да жасыр хаттар бар. Бірінші әрине ол бізде Валли. Бұны енді өздеріңіз де байқаған шығарсыздар деген ойдамын. Келесі шардың ішіндегі хомяк. Бұл маған Вольт мультхикаясындағы Риноны еске салады. Рино осылай шардың ішінде жүрген тұғын. Мүмкін Риномен шабыттанған болар, кім біледі. Кішкентай Генри Стикман. Бірақ бойы ойынға қарағанда сай келмесе де, Генри екеніне күмәнім жоқ. Және бұл жерде Элли Розо да бар екен. Генридің досы. Футурама мультсериалының Слизм бар. Бұл бір көзді ғарыштың жаны. Бэдкрат деген жануар бар. Бұл бізде енді Half-Life ойыннан тікелей хаттама. Осы ойыннан Headcraft'ты алған болар. Сіздер байқадыңыз? Жануар дәл өлген жерде күтіп отырады. Бұл маған Хатико фильмін еске салдырады. Бұл ойын телефонда да, компьютерде де бар. Телефонда бұл ойын тегін, бірақ скиндар мен жануарлар ақылы болады. Егер компьютерде бұл ойынды сатып алсаңыз, бұның бәрі тегін болып келеді. Мен өзім компьютерде ойнаймын. Достар, ал мен сіздерге Among Us ойындағы жасыр хаттар жайлы айтып болдым. Мен мұнда екінші бөлімге біраз хаттама таптым. Егер сіздерге бұл ұнап, тағы да Among Us'тан жасыр хаттар жайлы айтсын десеңіздер, лайк басып, ара жазылып, қоңырауды басамыз. Сіздердің активностарына қарап шығаратын боламын. Және комментарияға Among Us ойыны жайлы ой пікірлеріңізді жазып кетсеңіздер болады. Ал читерлемеңіздер, сіздер мен болған Казмен, қош сау болыңыздар.